Атырау облысының Құрманғазы ауданында қатты жел соғып 52 мыңнан астам абонент жарықсыз қалды. Қазір мамандар шығын көлемін есептеп жатыр. Меншікті тілшіміз Жандос Темірғали тікелей байланысқа шығып жағдайды толығырақ баяндайды. Жандос, қайырлы күн. Қазір неше ауыл жарықсыз қалды? Қайырлы күн, Алла. Өткен демалыс күндері аталған ауданда аралас жаңбыр жауып, қатты жел тұрған еді. Салдарынан 10 мың киловаттық 400-ге жуық баған құлап, 52 мыңнан астам тұрғын жарықсыз және байланыссыз қалды. 16 ауылдық округтың қазір 14-не жарық берілді. Бүгін кешке дейін қалған 2 ауылға электр энергиясы тартылады деп жергілікті әкімдік сендіріп отыр. 11 бригада қазір апат болған ауылдарда жұмыс істеп жатыр. Нақты қанша шығып келген әзірге белгісіз, бірақ 400-ден де астам баған құлауы мүмкін. Өйткені аудандық әкімдік ауылдардағы құлаған бағандардың нақты санын әлі есептеп шығармадық деп отыр. Алла, ақпараттың өзге ақпараттарын бөлсем, әзірге осы. Түсінікті күтеміз, Жандос, рахмет.